Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Араб шөлінде қиында ұзақ сапар шеккен бір шейх ұлына басынан кешкен оқиғаларды былай әңгімеледі. Бір алыс сапарға шыққан едім. Күн ұясына батып, төңірек қараңғылана бастаған кез. Алыстан көзіме көрінген үйге қарай тұра жүрдім. Үйге жақындағанымда алдымнан бір әйел шықты. Жалғыз екенімді көргенде қайран қалып: "Сіз кімсіз? Бұл жерде не іздеп жүрсіз?" деді әйел. "Құдайы қонақпын" дедім. Әйелдің қабағы түйіліп үндемеді. Менімен ешқандай жұмысы болмай тамақ дайындауға кірісті. Дастарханды әзірлеп ас ішуге кірісті. Бәрін жалап жоқтап жеп алды. Бір кезде қолында сүт құйылған бақыры бар күйеуі келді. Мені көріп: "Бұл адам кім?" деп сұрады күйеуі. Әйелі еш мән берместен: "Құдайы қонақпын дейді ғой" деп жауап берді. Әлгі кісі маған күлімсірей жақындап: "Амансыз ба, қош келдіңіз, келгеніңізге қуаныштымын" деп бір тостаған сүт ұсынды. "Қарныңыз аш шығар, бір нәрсе жедіңіз бе?" деп сұрақ астын алды. Мен "Иә, ашпын" дегенімше әйеліне ұрса жөнелді. Екеуінің арасында ұрыс басталды. "Мынауың ұят емес пе? Қарныңды нығыздап тойдырасың да қонаққа бір тілім нан беру ойыңа да келмейді" деді күйеуі. Әйелі оған "Не үшін тамақ беремін? Өзімнен бір тілімде нан қалмады". Күйеуі ашуланып далаға шығып кетті. Мен де мынау не істемекші екен деп артынан ақырын басып сыртқа шықтым. Сол кезде менің не көргенімді білсең ғой. Әлгі кісі менің түйемді жерге жығып сойып жатыр екен. Ішім қатты ашыды. Бірақ еш нәрсе демедім. Таң-тамаша қалдым. Үй иесі өзінің түйемнің етін өзіме сыйламақшы. Өз-өзіме: "Мұны да көрдік. Енді мына шөлде жаяу қалдым" деп қатты ойға шомдым. Әлгі кісі от жағып, етті пісіріп, табаққа салып алдыма келді. Ішім қанжылап еді. Ешқандай зауқым жоқ. Сонда да тамаққа отырдым. Тамақтан кейін үй иесі: "Аллахтың атымен ант етемін, менің шатырыма келген адам ешқашан аш қалмас" деді. Бұл жағдайға не жылайтынымды, не күлерімді білмедім. Қонақтың өз түйесін өзіне сойып берсең, әрине аш қалмас деп ішімнен ойлана кеттім. Бірақ сабыр сақтадым. Содан кейін ол кісі шатырдан шығып кетті. Бұл қызық адамның ісіне таң қалып отырдым. Біраз уақыттан кейін мені дауыстап шақырғанын естіп сыртқа шықтым. Далада ол бір түйенің бұйдасынан ұстап тұр еді. Маған жақындап: "Мұны ал, бұл түйені саған сойған түйенің орнына беріп тұрмын" деді. Түйесі менің түйеме қарағанда қоңдылау, жақсырақ түйе екен. Ертесі күні таңертең жол жүрдім. Үй иесі маған нан, ыстық сүт, бір бөлек піскен ет ұсынды. Жылы-жылы сөйлеп шығарып салды. Ыстық шөлде күні бойы сапар шектім. Кешкі жақын алдымнан кездескен үйге келдім. Мұнда мені бір әйел қарсы алды. Күлімсіреген жылы жүзді әйел екен. "Сіз кімсіз?" деді. Мен "Құдайы қонақпын" дедім. Әйел болса: "Қош келдіңіз, қуаныш әкелдіңіз. Құдайы қонақ әр уақытта есігіміз ашық. Жоғары төрге шығыңыз" деп мені ішке кіргізді. Өзі тездетіп тамақ дайындауға кірісті. Біраздан кейін дастарханға палау, қуырған тауық, құрма, бал әкеп қойды. "Тамаққа келіңіз. Сізге үлкен дастархан жая алмағаным үшін ғафу етіңіз" деді. Қарным шырылдап аш отыр едім. Тамақ жеуге кірістім. Бір-екі түйір аузыма салғаным сол еді. Әлгі әйелдің күйеуі кіріп келіп суық, зілді дауыспен: "Бұл адам кім?" деді күйеуі. "Құдайы қонақ" деп жауап қатты әйелі. "Құдайы қонақ біздің ғана үйімізді тауып па? Менің тамақтарым қайда? Әкел тезірек" деп күйеуі әйеліне ұрса жөнелді. "Үйдегі бар тамақты қонаққа беріп едім" деді әйелі. "Саған тамақты қонаққа бер деп кім рұқсат етті?" деп ол зайыбына дүрсе қоя берді. Екеуінің арасында ұрыс басталды. Мен шыдай алмай күліп жібердім. Үй иесі маған сұсты қарап: "Неменеге күлесің?" деп сұрақ астын алды. Мен басымнан өткен оқиғаны айтып бердім. Сонда күйеуі: "Ол айтқан әйеліңіз менің қарындасым, ал оның күйеуі әйелінің ағасы еді" деді.
Бұл кездейсоқ жағдайға таң-тамаша қалған мен әр нәрсе өз тегіне тартады екен ғой деп ойланып қалдым.